Мына шағын үйге қараңыздаршы. Қазір қарапайым болғанмен талай алыпқа пана болған. Мұнда Қазақтан шыққан тұңғыш банк қызметкері Әнияр Молдабаев тұрған. Ал Әниярға бұл үйді ұлы ақын Абай Құнанбайұлы 35 бесті атқа орыс көпесінен алып беріпті. 1904 жылы Абайдың 40 өтті осы жерде. Тап сол күні ақынның үлкен ұлы Ақылбайдың сүйегі де осы жерде шығарылды. Кейін Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан мен Міржақып Дулатов та осы шаңырақта тұрған. Ұлт тағдырына байланысты талай келелі кеңестер өткізіп, талай дастандар осы үйде жазылыпты. Еліміздегі ең алғашқы қорық музейін кім ашқан білесіз бе? Небәрі 21 жасында жұмысын бастап, 24 жасында тарихи музей қылған Қайым Мұхаммедханұлы еді. Біз бүгін Алаш арыстарының соңғы тұяғы Қайымнан қалған жәдігерлерді түгендеуге Семейге келдік. Арма, қадірлі көрермен, бұл жәдігер бағдарламасы. Қайым Мұхаммедханұлы әдебиет тарихшысы, ғалым, абайтанушы, жазушы, драматург, аудармашы. 1916 жылдың 5 қаңтарында Семей қаласында дүниеге келген. 1924 жылы жаңа Семейдегі бастауыш мектепке оқуға түседі. 1932 жылы 16 жасынан еңбекке араласады. 1935-37 жылдары пән мұғалімдерін дайындайтын 2 жылдық курста, 1937-39 жылдары Семей педагогика институтының филология факультетінде оқиды. Институтты үздік бітіріп, мұғалімдік қызметке сонда қалдырылады. Сол кезеңде Абайдың республикалық әдеби мемориалдық мұражайын құруға қатысып, оның алғашқы директоры болды. Семей тек Шығыс Қазақстандағы емес, республикадағы мәдени тарихи орталық. Қаланың негізі 1718 жылы қаланған. Еліміздегі қантамырдай қадірлі Түрксіб темір жолы да осы жерден басталады. Бұл қазақтың ұлыларының табаны тиген қасиетті мекен. Орыстың атақты жазушысы Федор Михайлович Достоевский 5 жылдай тұрып, өзінің мәңгілік шығармаларында осында жазған. Қаладағы мәдени орынның бірі осы тарихи өлкетану музейі. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының бастамасымен құрылған. Генерал-губернатор үйінің ғимаратында орналасқан. Осы үйде 1917 жылы Алаш қозғалысының басшысы Әлихан Бөкейханов қала тұрғындарымен кездескен. Семейдің тарихи өлкетану музейі орналасқан ғимарат бұл енді 1979 жылы жаңа республикалық мәдени тарихи ескерткіштер тізіміне енген. Ал жалпы өзінің тарихына тоқталатын болсақ, шамамен осыдан 150 жыл бұрын, 1,5 ғасыр бұрын салынған, іргесі қаланған, сол кездегі губернатордың резиденциясы болып есептелген. Одан кейінгі тарихи өзгерістер, азаматтық төңкерістер кезінде бұл ғимарат бостандық үйі болады. Бостандық үйінен кейін кезеңдерде жаңағы осы жалпы осы халыққа қызмет ету жаңағы мекемелерінің бірі ретінде қызмет жалғастырып келе жатыр. Осы ғимарат қабырғасындағы ерекше тарихи оқиғаның біріне тоқталатын болсақ, бұл енді Алаш арыстарының тізе қосып, осы Алаш автономиясы жөніндегі талай кеңесулер, жүздесулер өткізгені тарихтан мәлім. Енді Сұлтанмахмұттың Семейге Әлихан келді деп арнауы бар, мақаласы бар. Сондағы сол Семейге Әлихан келді дейтін оқиға дәл осы ғимараттың да өткен. Бұл ғимаратта сонымен бірге тұңғыш облыстық қазақ құрылтайы өткен. Бұл жаңағы Алаш арыстарының ұйымдастыруымен, бастамасымен өткен ерекше оқиға. Сонымен бірге Алаш автономиясының жариялау жөніндегі Мәскеумен тікелей телеграмма алмасу мәселесі де осы ғимаратпен байланысты. Осы музейді ұйымдастырушылардың бірі қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы екенін айттық. Алғаш ашылғанда ақын өз қолымен 60-қа таяу экспонат өткізген. Содан бері мұнда жиналған бағасыз байлық жетерлік. Биыл ашылғанына 138 жыл. Осы 1,5 ғасырға жуық уақытта талай тарланбоздың тағдырынан сұрақтырар асыл мұралар жиналған. Солардың ішінде ғалым Қайымнан қалған құнды жәдігерлер де сақтаулы.
Осы уақытқа дейінгі деректерде осы Семейдегі өлкетану музейін алғашқы ашқандар Михаил бастаған саяси жер аударушылар ашты деп айтылады. Ол енді шындық. Десе де осы музейдің ашылуына Абайдың да өзіндік үлесі бар, өзіндік еңбегі бар екенін кейінгі зерттеулер алдыға алып шығып жатыр. Себебі Абай Құнанбайұлы мен Михайловтың достығы мына Гоголь кітапханасында танысуы, одан кейін мына Михайловтердің, Гростардың, Долгополовтардың Шыңғыстау жерінде болуы, Абайда қонақта болуы, бұл бәрі біздің қазіргі мөлшермен алған кезде осы музейдің алғашқы ашылу кезеңі қарсаңында. Яғни ол жаңа орыс демократтар осы жерде музей ашқалы жатқаны жөнінде өздері дос болып жүрсе, өздері рухани жаңағы тақырыпта, әдеби, саяси тақырыпта әңгімелесіп жүрген адамдар арасында осы музейдің ашылуы жөнінде Абай хабардар болмады деуі мүмкін емес. 1883 жылы бұл музей ашылып отыр ғой. Енді арада 2 жыл өткен кезде Абай Құнанбайұлы Долгополов арқылы 70-ге жуық этнографиялық ұйымдарды жібереді осында. Десе де Абай Құнанбайұлы арада біраз жыл салып, жанында Барменов деген досы бар, осы музейге өзі арнайы экспонат өткізген. Семипалатский областной ведомство деген сол кезде шығып тұрған газет болған. Сол газетте ол мақала бар. Яғни Абай осы өңірдегі тарихи өлкетану музейінің құрылуына өзіндік үлесі бар, өзіндік қолтаңбасы бар деген осындай тарихи негіздер де бар. Соның кейін мынау әдеби тарихи деректерге сүйеніп отырсақ, ар жағында Абайдың да тұлғасы көрінеді. Қайым Мұхамедқанов 20 жасындағы қазақ интеллигенциясының соңғы тұяғы. Олай болмайшы, естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады демей ме Хакім Абай? Әкесі Мұхамедқан Сейітқұлұлының шаңырағы Алаш көсемі Әлиханнан бастап, қазақтың игі жақсылары ат байлаған Ақорда еді. Бала жасынан көргені де, естігені де сол ел серкелерінің ел үшін айтқан әңгімесі мен атқарған ісі болды. Ер жетіп ел ісіне араласқанда ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің төл шәкірті болды. Сөйтіп, қазақ әдебиеті мен тарихын тағы бір биікке көтерді. Қайым Мұхамедқановтың естелігінен. Түрмеде жаныма ең қатты батқаны олардың Мұхтар Әуезов халық жауы. Ол партия мен үкіметке қарсы қылмысына мені де қатыстырмақ болды. Бірақ мен көнбедім деп, жазда қолыңды қой, дереу босатамыз деп ұрып соққандар болды. Бірнеше күн бойы сөйтті. Мен дәл қазір өлтіріп тастасаңдар да Әуезовті қараламаймын деп қасарыстым. Бұл Мұхамедқан ұлынан қалған құнды мұра. Мұндай киімге ол заманда екінің бірінің қолы жеткен емес. Сол кездегі зиялылар осылай киінетін. Соқпағы көп жолмен жүрсе де, сергек ойлы сезімталдықтан қартып тұр. Аласапыран заманда да өр еңсесін демей, қасқайып өткен қайран арыстармай. Мына көйлек, шляпа, галстук. Сол Қайымның қайсарлығын айтып тұрғандай. Қайым Мұхамедқановтың костюм шалбары, түсі сұр, өлшемі 48. Материалы Италияның Трейвер маркалы матасы. Бұл матаның ерекшелігі отқа жанбайтын, күн сәулесін өткізбейтін талшықтан тоқылған. Аталған мата нарыққа 1980 жылдары шықты. Алғашында құрылыс материалы ретінде пайдаланды. Өрт қауіпсіздігі үшін үйлердің ішін, үлкен сарайларды осы матамен қаптады. Кейін өндіріс дамып, киім тіге бастады. Сол кездегі ең қымбат маталардың бірі болды. Қазірде арзан емес, 1 метрі 16.000 теңге. Швецияның Марифа маркасы. Швецияның атақты Марифа компаниясы өзінің әйгілі костюмдарын осы матадан тікті. Заманында көптің қолы жетпеген киім. Қайым Мұхамедқановтың шляпасы. Материалы жұқа киіз. Биіктігі 10 сантиметр, диаметрі 50 сантиметр. Қайымның қазаққа қайтарған қазынасы көп. 30-шы жылдардың басында Абай шығармалары бұрмалана бастады. Осы кезде ұстазы Әуезовтің жол көрсетуімен ақыннан қалған талай мұраны мәйегін бұзбай сақтап қалды. Текстологиялық талдау әдісін мықты меңгергеннің арқасында Шәкәрім, Бұқар жырау, Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр берісі алаш зиялыларының сөздерінің тазалығын сақтап қалды. Қысқасы, Қайым мен әкесінің арқасында қазақтың 300 жылдыққа созылған
рухани байланысы сақталды. Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың естелігінен: Кәкең абайтану ғылымының ең білгірі болды. Бүкіл саналы ғұмырын абайтану ғылымын дамытуға жұмсады. Абай шығармаларының текстологиясы туралы тамаша зерттеу еңбегін жазды. Соңына Абайдың ақын шәкірттері деген 4 томдық қымбат қазына қалдырды. Абай энциклопедиясын шығаруға аянбай айналысты. Кәкең ұлы Мұхтар Әуезовтің ең жақын досы болды. Абай жолы эпопеясына байланысты көптеген деректерді Мұхаң Кәкеңнен Қайым Мұхамедханұлынан алды. Мықты тестолог, қолжазба жинаушы, ағартушы, жазушы үшін ең жақын серігі осы екі дүние. Екеуінде ғалым өзі пайдаланған. Мына көзілдірікпен көмескеде жатқан талай тарихты кернеу шығып, қаламмен қаншама құнды еңбектер жазды десеңізші. Қайым Мұхамедхановтың көзілдірігі. Материалы әйнек, пластик. Ұзындығы 14 см, көзінің диаметрі 12 см. Ең негізгісі ол 1951 жылы құрылған кандидаттық диссертациясы. Өте бір ауыр құрылған диссертациялардың бірі болды. Өйткені ол кезеңдерде кеңестік жүйе, социалистік қоғамның коммунистік талабы, өзгеше бағыттар болды да, бұл Абайдың ақындық мектебі дегеніміз не бұл? Бұның өкілдері кімдер? Неге осы өкілдердің ішінде Көкбай сияқты түркішіл қажы молдалар жүр, яки болмаса жаңағы Тұрағұл конфискацияға түскен жүр деген сияқты түрлі қарсылықтар болып, осы диссертацияны қорғау барысында көп қиыншылықтар көрді. Тіпті осы Абайдың ақындық мектебіне байланысты көтерілген үлкен даудың өзі баспасөз беттерінде де кең көрініс тауып, 1951 жылы ғылым академиясы тіл әдебиеті институты мен жазушылар одағы бірлескен үлкен бір айтысқа ұласты. Әрине, бұл жерде тағы да Абайдың ақын шәкірттері деген кері көзқарастардың, пікірлердің болғандығы анық. Яғни айтыстың қорытындысында Абайдың ақындық мектебі бұл жалған концепция деп осы мектеп өкілдеріне тосқауыл қойылды. Әйтсе де Қайым Мұхамедханов бұл бағыттағы жұмыстарын жалғастырып, 1959 жылы «Поэты Абайские поры» деген өзінің диссертациясын жазды. Енді осы бағыттардан қарайтын болсақ, Қайым Мұхамедхановтың көп қиындықты көргенін білеміз. Соны 51 жылдардағы айтыстардан кейін барып сотталып кетуі, Мұхтар Әуезовтің еріксіз Москваға кетуі деген сияқты бұның барлығы біздің әдебиетіміздегі үлкен бір қиналыс пен тебіреніспен алатын бір ақтаңдақ сәттері болатын. Қайым Мұхамедхановтың қаламы. Материалы пластик, металл. Ұзындығы 17 см. Қайымның өзі ауқатты отбасынан шыққан. Әкесі Мұхамедхан аса мейірімді, білімді, жомарт кісі екен. Алғашқы алашордашы, ислам уағызшысы болған. Қазақ мәдениетінің белгілі қайраткерлерін қалыптастыру жолындағы еңбегі ерен. Сейітқұлов 19 ғасырдың соңы, 20 ғасырдың алғашқы 3-10 жылдығында қазақ халқының рухани дамуына ықпал етті. Көптеген қолжазбалар мен тарихи өлең жырларды жинақтап, мол мәдени мұра сақтаған. Осындай әкенің тәрбиесін көрген Қайым да өнегелі әке болыпты. Жары Фархинұр екеуі Мүслима, Қазбек, Роза, Жәнібек, Назым, Бекет, Қанағат, Дина, Дегдар және Қарлығаш атты 10 бала тәрбиелеген. Көптеген музейлерді аралағанда, бар ғұмырын еліне арнаған есілдердің артында ешқандай жәдігер қалмағанын көргенде қарның ашады. Бәлкім туыстарының қолында бар шығар. Қолыңызда сондай құнды дүние болса, музейге өткізгендеріңіз дұрыс. Өйткені одан ұрпақтың алары көп. Ұлысын таниды, ұмытпайды. Ал мынау Қайымнан қалған жалғыз жиһаз. Ежелден көшпелі өмір сүрген ата-бабаларымыз тұрмыс салтына қарай ыңғайлы жиһаздарды пайдаланды. Олардың түрі көп. Ал мынадай креслолар қазақ жеріне кейін келді. Осындай қатты орындықтардың отаны ежелгі Рим. Римдіктер матамен немесе жүнмен жабылған орындықтар пайдаланған. Кейін 16 ғасырда Голландияда былғарыдан жасалған жұмсақ креслолар пайда болды. 19 ғасырдың басында орыс Якоб деп аталатын стиль пайда болды.
Бұл стильдегілердің көбі ағаштан жасалды. Бұл уақытта жиһаз шеберлері жоғары танымалдылыққа ие болды. Ал осындай жиһаздардың қазақ жеріне көптеп келуі де осы мезгіл. Сол уақыттағы қымбат дүниелердің қатарында тұр. Қайым Мұхамедхановтың креслосы шыққан уақыты 1815 жыл. Материалы ағаш, мата, биіктігі 78 см, ені 62 см. Қайым қазақ руханиятының қызғыш құсы. Ес білгеннен ел үшін еңбек еткен есіл ер. Ұлтына осыншама мұра қалдырыпты. Ұрпағы ұлысын қалай ұлықтап жатыр деген сұрақ келеді көкейге. Көшеге атын беріп, көтермелегендейміз. Бұл да көңілге медеу. Біз әлі сан қырлығын толық ашып бере алмай жатырмыз деп ойлаймын. 10 томдық шығармалар жарық көрген шығар, өзге де кітаптар жарық көрген шығар. Әйтсе де ол кісінің жеке адами тұлғасына біз әлі де терең қарауымыз керек. Бір ғана сөз, ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған атты біздің Қазақстанның гимнінің сөзін жазуы деген, ол екінің бірінің пешенесіне жазыла қойған жоқ. Яғни мәтіннің өзі, сол мәтіндегі ұлтқа деген үлкен құрмет, бұл Қайым тұлғасының ерекшелігі. Екінші, қанша жерден сотталып, қиналып жатса да, ол өзінің ұстазы Әуезовті, өзге басқа адамдарды туралы ешқандай жаман пікір айтпаған, барлығын өз мойнына алған. Бұл да оның қайсарлығы, онда оның азаматтығы, жеке тұлғалық міндет. Мен Қайым Мұхамедхановны көрген кезеңдерде сол бір үлкен дәуірдің қазіргі таңдағы бір көрінісін көргендей болдым. Әр кезіккен сәттерде ізденісте отыратын. Міне бұл кісінің шын Абай мұрасына деген адалдығы және өзінің туған еліне, туған жеріне деген ұлтқа деген азаматтық бір көзқарасының әрбір сәттен нақты дәлелдейтіндігін біз көре аламыз. Қайым Мұхамедхановтың дипломаты. Материалы былғары темір картон қағаз. Ұзындығы 45 см. Ені 32,9 см. Биіктігі 10 см. Шыққан жылы 1987. Шыққан жері Минск қаласы. Бұл жазушының өзі ұстаған дипломат. Абайдың бүкіл шығармасын бүгінге жеткізіп, бар өмірін Абай тануға арнады. Оның сыртында аудармамен айналысты. Қолжазбалар жинады. Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Әуезов негізін қалаған Абай журналын 70 жылдан кейін қайта жарыққа шығарды. Алаш зиялыларының еңбегін жазды. Сөйтіп жүріп, ұзақ жыл ұстаздық қызмет атқарды. Міне, мына қоңыр дипломат Қайым басқан қатпарлы жолдың талай сырына қанық. Үлкен бір еңбегі бұл Абай музейін құру, Абай музейінің жұмыстарын жандандыру үстінде. 1940 жылы Хакім Абайдың мерейтойына орай, 95 жылдығына орай ақынның музейі ашылды. Бұл Қазақстандағы ең алғашқы ашылған әдеби музей болады. Ақынға арналған әдеби музей. Яғни бұл кезде осы ғылыми қызметкер болып бастаған Қайым Мұхамедханов үлкен еңбектер жасады. Яғни қандай кітаптар жинақтау керек, қандай жәдігерлер жинақтау керек, және өзге қандай жерде жатқан жәдігерлерді біз осы Абай музейінің қорына тапсыруымыз керек деген бағытта үлкен жұмыстар істеді. Және бұл ең негізгісі, бұл Абай музейі құр жәдігерлердің, кітаптардың бір жинақталған бір ордасы ғана емес, ол сонымен бірге үлкен ғылымның ордасы екендігін дәлелдеген. Қайым Мұхамедхановтың өз естелігінен: бақыт дегеніміз еркіндік, адал сөйлеу және ештеңеден қорықпай өмір сүру. Тек осылайша өмір сүру керек. Мұның адам өміріндегі маңызы зор. Сағат тілі онды көрсетіп тұр. Бұл Қайымның өз жәдігері. Музейге балалары тапсырыпты. Сынаптай сырғыған қайран уақыт қаншама алыпты арамыздан алып кетті. Қазақтың адал перзенті шыр етіп дүние есігін ашқаннан 385.440 сағат ғұмыр кешіпті. Мәңгілік ешкім жоқ. Бәрінің дәурен өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды